Бәріне сәлем достар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз 4-ші параграф Қазақстанның ішкі сулары, өзендер. Бірінші тапсырмада айтылыпты, мәтіндегі ақпараттарды қатыстырып, ауызекі стильде диалог құрыңдар. Тілдік ерекшеліктерін салыстырыңдар дейді. Бірінші біз мәтінді оқып алайық, сосын айтатын боламыз. Қазақстан аумағында ірілі уақыты 85 мың өзен бар. Олардың ішінде 7 өзеннің Ертіс, Тобыл, Есіл, Жайық, Сырдария, Іле, Шу ұзындығы 1000 километрден асады. Республиканың барлық өзендері солтүстік мұзды мұхит және ішкі тұйық көлдер алаптарына құяды. Солтүстік мұзды мұхит алабына Ертіс өзені жатады. Каспий теңізі алабы Батыс Қазақстан өзендерін қамтиды. Оларға Жайық, Жем, Сағыз, Ойыл, Сарыөзен, Қараөзен тағы басқа жатады. Арал теңізі алабына Сырдария, Арыс, Шу, Сарысу, Торғай, Ырғыз, Талас өзендері кіреді. Балқаш-Алакөл көлдер жүйесіне Қаратал, Лепсі, Ақсу, Іле, Тентек, Сарқан, Басқан және тағы басқа өзендер кіреді. Ал енді жауабына келсек, бізде бірінші тапсырмада айтылыпты диалог құрыңдар деп айтылған, ауызекі стильде деген. Енді міне құрдық. Айтып өтейік, айымның сөзі. Қазақстанда қанша өзен бар екенін білесіз бе? Мұғалім: иә, шамамен 85 мың өзен бар. Ірі өзендер қатарына Ертіс, Тобыл, Есік, Жайық және басқалары кіреді. Айымның сөзі: бұл өзендердің ұзындығы қандай? Мұғалім айтыпты, кейбір өзендердің ұзындығы 1000 шақырымнан асады. Айым: олар қай жақтарға жатады? Мұғалім: сұрақ тамаша. Мысалы, солтүстік мұзды мұхитқа Ертіс өзені ағады. Ол Арал теңізіне Сырдария, Арыс, Шу секілді өзендер қосылады. Айым: рахмет, осы ақпаратты сыныпта айтамын. Бірінші тапсырманың жауабы осы, осын жазып алыңыздар. Екінші тапсырмаға өтерден алдын бізде мына жерде ереже айтылыпты, бірақ мен бұны түсіндірмеймін. Себебі оны сіздер кітаптан түсінбей жатсаңыздар, қанша оқысаңыздар да, менің бір видеом бар, осы есімдік және олардың түрлері туралы, содан көре аласыздар. Енді екінші тапсырма: жалпылау есімдіктерін қолданып оқылым мәтіннен 5 сөйлем жазыңдар. Жауабына келсек, ол жерде былай айтылыпты. Біріншісі, Қазақстанда барлық өзендердің саны 80 мыңға жетеді. Екіншісі, барлық өзендер әртүрлі теңіздер мен көлдерге құяды. Үшіншісі, республика аумағындағы өзендердің бәрі ұзын және маңызды. Төртінші, бәрімізге белгілі өзендер қатарына Жайық, Есіл кіреді. Бесіншісі, судың барлық түрі табиғат үшін пайдалы. Осыны жазып аламыз. Енді үшінші тапсырма. Ол жерде былай айтылыпты: Қазақстан өзендері туралы мәліметтер жинап, оқылым мәтінін толықтырыңдар депті. Қазақстандағы өзендер әртүрлі климаттық және географиялық аймақтарға бөлінеді. Ең ірі өзендерге Ертіс, Тобыл, Есіл, Жайық, Сырдария жатады. Бұл өзендер ауыл шаруашылығы мен энергетика саласына маңызды рөл атқарады. Арал теңізі мен Балқаш-Алакөл сияқты жүйелер көптеген ұсақ өзендерге қоректенеді. Үшінші тапсырма болса, осын жазып алайық. Енді төртінші тапсырмаға келсек, бұл жерде былай айтылыпты: Қазақстандағы теңіз, өзен, көл аттарын кестеге жазыңдар. Күрделі атаулардың қалай жасалғанын көрсетіңдер. Бұл жерде сызбаны сызамыз да, сосын астына жазамыз. Өзендер деген жерге біз Ертіс, Тобыл, Сырдария, Жайық дейміз. Көлдер дегенге Балқаш, Зайсан, Алакөл, Марқакөл дейміз. Теңіздер дегенге Арал теңізі, Каспий теңізі. Осы екі теңізді ғана жазамыз. Ендігісі бізде бесінші тапсырма. Бесінші тапсырмада былай деп айтылыпты: өздерің тұратын аймақтағы өзен, көл немесе теңізді сол өңірге тигізетін пайдасы туралы дәлелдемелік эссе жазыңдар. Міне мына эссені жазып алайық. Тақырыбы: менің өңірімдегі өзеннің пайдасы. Мен тұратын аймақтың ең маңызды табиғи байлығының бірі өзендер. Біздің өңіріміз арқылы ағып өтетін өзен ауыл шаруашылығы, экология және экономика салаларына үлкен пайдасын тигізеді. Біріншіден, өзен суы ауыл шаруашылығы
шаруашылығында суармалы жерлерді қамтамасыз етеді. Бұл жергілікті егіншілік пен мал шаруашылығын дамытуға мүмкіндік береді. Әсіресе егістік алқаптарын суару арқылы өнім көлемі артады. Екіншіден, өзендер экологиялық тұрғыдан маңызды рөл атқарады. Олар ауа райын жұмсартып, табиғи ландшафтты сақтауға көмектеседі. Өзен жағалауындағы жасыл желектер жергілікті экожүйенің тепе-теңдігін қамтамасыз етеді. Үшіншіден, өзеннің экономикалық пайдасы да зор. Біздің өңірде өзен барлық шаруашылығы үшін үлкен мүмкіндік береді. Бұл жергілікті тұрғындардың күнкөріс көзіне айналған. Сонымен қатар туризм саласы да дамып келеді. Өзен бойында демалыс орындары ашылып, туристерді тартуда. Осылайша